Биші қайыңдар. Қазақстанда атақты Әулиекөлге жақын жерде Биші қайыңдар орманы бар. Осы орман туралы тамаша бір аңыз бар. Бурабай маңындағы ауыл жастары орман ішіндегі алаңқайға жиналады. Жігіттер мен қыздар ойын ойнап, ән шырқап, би ұйымдастырады. Хан жастардың бастамасын естіп, өз көзімен көргісі келеді. Бірақ ол жаққа арнайы баруға ұялып, жасырын түрде бармақ болады. Қарапайым жігіттің кейпіндегі хан ойынға келіп, қалың жұрттың арасына кіріп кетеді. Бір ойын екінші ойынға жалғасып, жиналғандарға би өнерін көрсететін уақытта келіп жетеді. Алаңқайдың ортасына толған айдың сәулесімен шағылысып, қайыңдай болып қыздар шығады да билей бастайды. Айналған ақ көйлектер желбірі, бас киімдегі үкі қанаттары өз үйлесімін тауып, бәрі керемет билеп жатты. Осы уақытта шыдамаған хан, «О, тамаша, сиқыршылар, бақытты болыңдар» деп айқайлап жібереді. Мынау хан иеміз ғой деп көптің арасынан біреу танып қояды. Сол кезде жиналғандардың бәрі хан аяғына жығылуға жүгіреді. Биші қыздар ұялғаннан қайда тығыларын білмей, бұралған күйлерінде биші қайыңдарға айналып кетеді.